Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде Жамбыл облысының тумасы, өңірлік журналистиканың көрнекті өкілі, Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейінің болашақтану ғылыми зерттеу орталығының жетекшісі Бекет Момынқұл мемлекет тарапынан жоғарғы марапатқа ие болды. Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ақпарат саласының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін белгілі журналистке құрмет орденін табыс етті. Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Әулиеата медиа цифрлық контент орталығының жетекші редакторы Рахымбай Нұрсұлтан Мелсұлының қатысуымен газет журналистиканың сыры тақырыбында сұхбат кеші өтті. Газет журналистикасының қыр-сырын ашу, журналистиканың қоғамдағы маңызын түсіндіру және жастарға бағыт-бағдар беру мақсатында өткен кеш барысында бақ тарихына арналған бейнешолу жасалып, кітапхана қорында сақталған жергілікті газеттерде жарияланған көрмені кітапхана қызметкерлері таныстырды.